Амансыз ба, ноғай халқым, ноғай тілін бек сүйемін. Бүгін сізге Сәлмет Майлыбаевадың «Ноғай тілім» деген ятлауын оқып естірмеге сүйемін. Ер yüzінде әрбір ноғайды тілімізді сақлайық деп шақырамын. Ноғай тілім, таза балдан тәтлі тілім. Ноғай тілім, ер yüzінде даңқлы тілім. 62 тамырымда қан юыртқан күшлі тілім, шеберлігін сұқландырған сыйлы тілім. Шал киіздің өткір-өткін сыдырасында, Досманбет Азаулыдың язбасында, Қаз туғанның алаулаған юртында, заңыраған сесің өмірлер артында. Тыңлайманда, тоя алмайман деріңа, еріңдағы терен ойлы сырыңа. Бала шақтан ойларыма кіргесің, юмартлықпан жүрегіме сіңгесің. Анам сенде дерт тарқатып толғайды, яслығының ерін айтып сарнайды. Әзіз сесі дүмле мүшем қозғайды. Ноғай тілім қалай маға ярайды. Яшауымды бағысладым тіліме, бек разыман әрбір өткен күніме. Балаларыммен ноғай тілді сөйлеймін, шайырлықтың юмақлығын ізлеймін. Сүйінемін талабына, сазына, бос қалмаған ата-баба ызына. Яшағанша ноғай тілім арада, йойылмаяқ халқым менің дүнияда.